Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина, халық емі. Жұмыртқаның қабығы да ем. Менің жыл бойына ерінім, мен өкшем жарылып жүретін. Шашым да көп түсуші еді. Дәрігерге көрінгенде, бұлардың ағзада витамин жетіспеушілігінен болатынын айтты. Сөйтіп, не керек, витаминдер тізімін жазып берді. Мен олардың бәрін қабылдадым. Бірақ онымен ерінім мен өкшемнің жарылуы тоқтаған жоқ. Түрлі кремдерді де пайдаланып көрдім. Әсері бола қоймады. Сөйтіп жүргенде ағамның баласының басына жара шығып, жеңгем оны бір орыс әжеге емдеуге апарып жүрді. Бірде жеңгем жұмыстан босай алмай, інімді орыс әжейдің үйіне мен апардым. Інімді емдеп болғаннан кейін мен өзімді мазалаған жайттарды әңгімеледім. Ол кісі маған бір кеңес айтып, соның арқасында мазалаған дертімнен айықтым деп жазады Ауырмаңыз газеті. Бір керегі болар деген оймен бұл емді мен өздеріңізге жолдауды жөн көрдім. Қолда өсірілетін тауықтың 10 ақ жұмыртқасын қайнатып, қабығынан тазартасыз. Қабықтарды әбден кептіргеннен кейін оны езіп ұнтақтайсыз. Сөйтіп оның бір шай қасығын тамақтан кейін немесе тамақтану кезінде сумен ішесіз. Бұл емді талып қалатын да аурулар пайдалануға болады. Орыс әжейдің айтуынша, жұмыртқаның қабығын көптеген ауруларға ем қылып қабылдайды. Сіздермен бірге болған мен, Мадина. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.